Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай шашпа палау жасаймыз. Ол үшін ең бірінші сәбізді ірі көлемді етіп турап аламыз. Содан соң пиязымызды да тураймыз. Барлық қажетті қоспалардың мөлшерін описаниеге жазып қалдырамын. Ыстық қазанға керекті мөлшерде күнбағыс майын құямыз. Ол қызғаннан кейін етімізді саламыз. Бізде қойдың және сиырдың еті аралас. Екі жағынан осылай қызартып пісірген соң, пиязымызды қосып жақсылап араластырамыз. Пиязымызды сарғыш қызғылт түске енгенше қуырамыз. Содан кейін сәбізімізді саламыз. Сәбізді де әбден көлемі кішірейіп, жұмсақ болғанша қуырамыз. Содан соң қазанымызға қайнап тұрған суды құямыз. Палауға арналған дәмдеушімізді қосамыз. Жанына мейіз және де нохат секілді палаудың дәмін келтіретін заттарды қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырып алған соң, жуылған таза сарымсағымызды саламыз. Содан кейін 20 минуттай уақыт қайнағаннан соң, суы ағарғанша тазартылған күрішімізді қосамыз. Біз осындай ұзынша келген сұлтан деген күрішті қолдандық. Бетін тегістеп алып, тағы да қайнап тұрған суды бетінен 1 сантиметрдей асатындай етіп құямыз. Содан соң палаудың дәміне қарай тұз себеміз. Және де палауды араластырмаймыз, тек қана кішкене аздап суы тартылғаннан кейін осылай арасына ауа кіргізу үшін қасықпен ашып шығамыз. Суы тағы да тартылғаннан кейін палауымызды осылай ортасына қарай жинаймыз. Қазанның қақпағын жауып, 15 минуттай уақытқа баяу отта пісіреміз. Палауымыз осымен дайын болды. Өте дәмді болып шығады, оңай дайындалады. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Назарларыңызға рахмет.